Ұлықбек Есдәулет, Үнсіздер мәжілісі, оқыған Ләззат Әлдибай, лүпіл басып, арнаға жазылып қолдап отырыңыздар. Бағзы заманда Парс елінде Үнсіздер мәжілісі деп аталатын ғұлама ғалымдар мен философ ақындардан құралған алқа болыпты. Олар белгілі уақытта арнаулы мәселе жөнінде тұрақты бас қосып, үн-түнсіз сұхбат құрып, дыбыссыз ақылдасады екен. Үнсіздер мәжілісінің бұлжымайтын 30 хакім мүшесі болыпты. Құрамы ереже бойынша осы 30 адамнан аспайды да, кемімейді де. Одан бір адам артық не кем қабылданбайды екен. Мәжілістің басты шарты тілсіз түсіну, үнсіз ой, дауыссыз сөз, яғни неғұрлым көбірек ойлану, аз сөйлеу, тіпті сөйлеместен айтарын тілсіз айту болыпты. Бұл басқосуларда тіпті ешкімде тіс жармай, тіл қатпай, ыммен, ишарамен, қас-қабақпен, шартты белгілермен сөйлесіп, кейде қағазға әріп, не цифр таңбасын жазу арқылы бір-бірін айтқызбай ұғып, сұхбаттаса береді екен. Сол заманның аса дарынды ақыны, әрі ғұлама ғалымы Әбдірахман Жами бұл қоғам құрылған кезде жастау, әлі аты шыға қоймаған белгісіз шәкірт болып, осы мәжілістің мүшелігіне ілікпей қалған екен. Бірақ ақындық аты шығып, даңқы өрлеген тұста осы ұйымға мүше болуды іштей көксеп, көздеп жүріпті. Күндердің күнінде Үнсіздер мәжілісінің бір мүшесі бақилық болып, хабарын естіген Жами мүшелікке өткісі келіп, мәжіліс болған күні алқаны іздеп барыпты. Қақпаның алдында тұрған күзетшіге ештеңе айтпай, бір парақ қағазға есімін жазып, өтіп жатқан мәжіліс отырысына беріп жіберіпті. Мәжіліс мүшелері сырттан келген хаттан Әбдірахман Жамидің есімін оқып, оның мүшелікке өткісі келетінін түсініп, бәрі де абыржып, іштей өкініп қалыпты. Өйткені олар келіп тұрған үміткердің мәжіліске нағыз лайық инсан, ғұлама ақын екенін білгенімен, босаған орынға әлгінде ғана басқа біреуді мүшелікке қабылдап қойған еді. Мұны Жамидің көңіліне келместей ізетпен жеткізу үшін мәжіліс төрағасы сыртқа су толтырылған кесе жібереді. Мұнысы мәжілісімізде ешқандай орын жоқ деген еді. Сұңғыла Жами күзетшінің қолындағы кесеге қараса, бетімен бет болып толған су енді бір тамшы тамса ернеуінен асардай мейлінше меймілдеп тұр екен. Мұны көрген ол мәжілістің босаған жалғыз орнына басқа біреуді қабылдап қойғанын түсіне қоятта, бірақ бұртыңдап өкпелеген адамдай тұра жөнелгенім болмас деп, бірден кетіп қалмай, аулада өсіп тұрған гүлдің бір кішілеу жапырағын жұлып алып, кеседегі судың үстіне асып төгілмейтіндей етіп, өте еппен қояды да мәжіліске қайта жібереді. Мәжілісте отырған ғұламалар оның мұндай тапқыр жауабына таң қалып, әрі риза болып, Әбдірахман Жамиді өз қатарларына қабылдауға бәтуә шығарады. Мәжіліс мүдірі Жамиді ішке шақырып, ордаға кіргізіп, ортаға отырғызып, мүшелікке алынғанын білдірген соң, оның есімін тақтадағы тізімге қосады да, 30 санының соңына тағы бір нөлді қосып, 300 деп жазады. Бұнысы мәжілісіміздің саны мен салмағы, мәні мен маңызы Жами сынды хакімнің келуімен 10 есеге артты деген еді. Бұны түсінсе де, өзін барынша қарапайым ұстайтын кішіпейіл Жами 30 санының соңындағы бір нөлді өшіріп, алдына қойып 0-30 деп жазады. Сөйтіп Жами осылайша өзін нөлге теңеп, ол малған гүлдің жапырағы кеседегі суды төгілтпегені секілді, өзінің де мәжілістің құрамын бұзғысы келмейтінін білдіреді. Мұны көрген мәжіліс мүшелерінің бәрі ақын Әбдірахман Жамиге деген құрметтері одан сайын арта түсіп, араларына нағыз ғұлама хакімнің келгенін сезіп, түсініп, көріп, мойындап, орталарына ерекше ықыласпен қабылдайды. Тыңдағандарыңызға рахмет.